6 адамдық велосипед айдаймыз деп авария бола жаздадық. Иә. Сәлем достар, қалайсыздар? Ең алдымен каналыма подписаться етіп, колокольчикті баса кетіңіздер. Дәл солай ары қарай видеоны көруді жалғастырыңыздар. Қызымды осылай қыдыртуға семьямызбен алып бардық. Бұл да әрине мен төркінде Ақтөбеде кезде. Мамам менің қызымды қыдыртуға алып шықты, және қасымызда сестренкамыз болды. Қызымды осындай меганың ішіндегі поездға мінгіздім, жүретін. Ал не болса, хэппилон болса, ол жабық тұрды, яғни ремонтқа жауып тастапты. Ақтөбеде 2 ай болдық па, 2 ай бойына ол жабық тұр десем болады. Және де сестренкамды да ертіп алып бардық. Осылай әдемі поезда отырды. Поезда отырып болғаннан кейін біз түскеннен кейін қаншайым рульға отырып көремін деді. Сонымен оны рульға да отырғызып көрсеттік. Ол жерде де колокольчик бар екен, соны шылдырлатып та көрдік. Сөйтіп қаншайымды түсіріп алдық та далаға шықтық. Далаға бар, президентский паркке барып, осылай күшті қылдырып 6 адамдық велосипед айдадық. Семьямызбен бірге мәз-мейрам, ішкеніміз айран болып кетіп бара жатырмыз. Осындай видеолар жасадым, сосын оны тиктокқа да салған болатын. Өте керемет шыққан екен, маған өте қатты ұнады. Сөйтіп келіп айдап келе жатырсақ, алдымыздан 4 баллонды велосипед айдаған кілең жігіттер қауымы шықты. Солар бізге қарай соқпақшы болды. Сонымен біз рөлді әреңдегенде болып қалдық, бірақ барлығымыз бірге осылай күліп отыр едік. Настроениеміз осындайға өзгеріп кетті.